Еліміздегі сот тәжірибесі үшін бетбұрыс кезеңі басталды. Әкімшілік әділет жүйесі іске қосылғаннан бері азаматтар мен мемлекеттік органдар арасындағы дауларды қарау тәртібі түбегейлі өзгеріп отыр. Бұл туралы мемлекет басшысы әкімшілік әділет және оның құқық үстемдігін қамтамасыз ету ісіндегі рөл атты халықаралық форумда мәлімдеді. Жиынға еліміздің сот және заң саласының мамандары, Батыс және Орталық Азиядан келген сарапшылар қатысты. Форумда нендей мәселелер көтерілді? Салада тағы қандай оң өзгерістер орын алмақ? Құралай Жұмахан баяндайды. Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің қабылданғанына биыл 5 жыл. Мемлекет басшысы 2019 жылы әкімшілік әділеттің жаңа үлгісін қабылдауға жеттігі жөнінде айтқан еді. Осылайша 2021 жылы елімізде әкімшілік рәсімдік процестік кодекс күшіне енді. Осынау жылдардан бері сот жүйесіндегі жаңа тетіктер мемлекеттік басқарудың ашықтығы мен жауапкершілігін күшейтуге ықпал етті. Жоғары соттың мәліметінше, әкімшілік соттарға жыл сайын 100 мыңнан астам талап арыз түседі. Әкімшілік әділет енгізілген алғашқы жылдары азаматтар мен бизнестің жеңіске жеткен істерінің үлесі шамамен 15% болса, бүгінде бұл көрсеткіш 60%-ға жеткен. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыра бастадық. Ашық диалог жүргізу, азаматтардың мұң-мұқтажын ескеріп, арыз шағымына дер кезінде жауап беру елдегі түбегейлі өзгерістердің өзегі саналады. Осы маңызды жұмысқа биліктің әр деңгейдегі өкілдері, соның ішінде министрлер, әкімдер, депутаттар белсенді түрде қатысу керек. Бұл мемлекеттік қызметшілердің конституциялық міндеті. Елімізде мемлекет мен қоғам арасындағы байланысқа тың серпін берген e-өтініш онлайн платформасы іске қосылған еді. Яғни азаматтардың өтініштерін мейлінше ашық, әрі тиімді қарап жедел шешім қабылдау тәсілі қалыптасты. Осылайша халық пен билік өкілдерінің қарым-қатынасы мүлде жаңа сипатқа ие болды. Соңғы 5 жыл ішінде мемлекеттік органдарға шамамен 16 миллион өтініштің келіп түсуі соның айқын көрінісі. Ашығын айтуымыз керек. Бұған дейін азаматтар үшін мемлекеттік органдардың шешімдеріне және әрекеттеріне шағымдану, яғни өз құқығын қорғау оңай болмайтын. Әкімшілік әділет жүйесі іске қосылған соң жағдай түбегейлі өзгерді. Ең бастысы, күмән тудыратын мәселелердің бәрі әділетті түрде адал азаматтардың пайдасына шешілетін болды. Статистикаға қарайтын болсақ, соңғы жылдары сот шешімдерінің жартысынан көбі азаматтар мен бизнестің мүддесіне сай шығарылған. Бұл да әкімшілік әділет жүйесінің нақты нәтижесі екені сөзсіз. Осылайша қоғамымыз судьялар әрдайым билік өкілдерін жақтайды деген қасаң пікірден арыла бастады. Бүгінде елімізде әкімшілік әділет рөлі нығайып келеді. Десе де кейбір азаматтар соттың шешіміне наразылық білдіріп, өз үміттері ақталмағандықтарын алға тартады. Бұл бұған дейін де болған, қазір де кездеседі. Президент өз сөзінде қандай жағдай болса да, мұндай пікірлерді тексеріп, әділ шешім қабылдау керек екенін айтты. Сондықтан жаңа конституцияда әкімшілік сот төрелігі сот ісін жүргізудің дербес нысаны ретінде бекітудің маңызы зор. Повестке дня переход от реактивной модели судебного. Күн тәртібінде сотқа шағымданудың қасаң моделін сот ісін жүргізу тәуекелдерін стратегиялық басқаруға ауыстыру қарастырылып отыр. Үкімет қазірдің өзінде тиісті ережелерді әзірледі. Енді орталық және жергілікті деңгейде әкімшілік актілер мен рәсімдердің бірізділігін қамтамасыз ету қажет. Бұрын келіп түскен шағымдар мен өтініштерде қаралған мәселелер қайтадан соттағы дау-дамай нысанасы болмау керек. Жария құқықтық сипаттағы дау-дамайды әкімшілік сот төрелігі деңгейіне беру бойынша ауқымды жұмыс атқарылуда. Былтырдан бері елімізде кассациялық соттар жұмысын бастады. Бұрын бірінші және екінші сатыдағы соттан, апелляциялық соттан өткен істер жоғары соттың сот алқасында қаралатын болса, қазір дербес кассациялық соттарда қаралады. Яғни азаматтар тікелей іске қатысып, шағымдарын бере алады. Соңғы 11 айдың ішінде 5 мыңға жуық кассациялық шағым қаралған. Бұл өте өзекті мәселе, соңғы кезде көтеріліп отырған. Сол қаралып отырған істердің ішінде, мысалы, тек қана 16% ғана төменгі соттардың шешімдеріне өзгерістер енгіздік, қалған шешімдер заң деп табылып отыр. Айтайын дегенім, бұрынғы кезде қандай да бір шағымдар төменгі соттар арқылы келетін болса, қазір кассациялық сотқа тікелей өзімізге келеді, өзіміз қараймыз, тікелей бағасын беріп жатырмыз. Сондықтан бұрын болашақ өте зор деп есептеймін.
Бүгінде еліміз шетел инвестициясын тарту бойынша орталық Азияда көш бастап тұр. Президент Астана халықаралық қаржы орталығында сот пен арбитраж орталығы ағылшын құқығы қағидаттарына сай жұмыс істейтінін тілге тиек етті. Елімізде үкімет жанынан инвестициялық штабта құрылған. Аталған штаб соңғы уақытта инвестициялық жобаларға қатысты түйткілді мәселелерді жедел шешу арқылы өзінің тиімділігін көрсетті. Сонымен қатар президент жарлығымен бас прокуратурада инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті құрылды. Қазіргі таңда 2000-нан астам мемлекетімізге маңызды инвестиция құйып жатқан кәсіпкерлерді сүйемелдеу жұмысын жасап жатырмыз. Ол дегеніміз инвестицияның Қазақстанға келгеннен бастап, ол сол инвестицияның завод немесе басқа да оның өндірісін қосылғанына дейін прокурорлар әр бағытын заң түрінде қорғап және оның құқықтарының бұзылмауын қадағалап отырады. Қандай тәсілдермен? Прокурорлық фильтр деген бар. Ол бүгінгі таңда кез келген мемлекеттік органның кәсіпкерге, инвесторға қатысты шешімдері қабылдар алдында прокуратурамен келісу жүргізіледі. Қазақстанда өте қолайлы инвестициялық жағдай жасалған. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың реформалары жағдайды айтарлықтай өзгертті. Біз мұнда 2023 жылдан бері жұмыс істеп келеміз, және жағдай жылдан жылға жақсарып жатқанын көріп отырмыз. Вольфрам жобасына біз шамамен $1 миллиард инвестиция саламыз. Менің ойымша, таяу жылдары Қазақстан батыстық инвестициялардан, әсіресе тау-кен өнеркәсібі мен пайдалы қазбаларды өндіруден $миллиардтаған табады. Сөз соңында мемлекет басшысы билік пен бизнес проблемаларды ашық талқылап, шешу жолдарын бірлесе отырып іздеу қажет екенін айтты. Мен отандық және шетелдік инвесторлармен кездесулер кезінде үнемі мына мәселеге айрықша назар аударамын. Билік және бизнес өкілдері өзара сындарлы байланыс орнату керек. Билікте отырған лауазымды тұлғаларға тапсырмам. Әр даулы жағдайда мәмілеге келетін жолды іздеу керек. Бірақ бұл жол заңнама жүйесіне нұқсан келтірмеу қажет. Басқа сөзбен айтқанда, әр келісімнің заңдық шектеуі болуға тиіс. Атап айту керек, кассациялық соттарды құру бастамасы дәл осындай жиынның бірінде көтерілген болатын. Жиын соңында президент Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуына және еліміздің заңнамасын жетілдіруге елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградамен марапаттады. Құралай Жұмахан, Айдос Меделбеков, Хабар, президент телерадио кешенінің көмегімен.